Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда сіздерге бір жасағаннан шығатын өте үлпілдек, жұмсақ күлше нандардың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен үлкендегі ыдысымызға жылы суымызды және жылы сүтімізді құямыз. Ұстап көріңіздер, қатты ыстық болып кетпеуі қажет. Және де дрожж ашытқымызды, сонымен қатар шекер және де бір қасық тұзымызды салып, жақсылап арасындағы тұз мен шекер ерігенше араластыратын боламыз. Қай заттың қай мөлшерде қажет екендігін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Барлығын жақсылап араластырып ертіп алғаннан соң, біздің еріген сары майымызды құйып, тағы да бір рет араластырып жібереміз дағыны, ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Ұнды салған кезде 2 бөліп немесе 3 бөліп қосқандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде нандарыңыз жұмсақ болады. Және де ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап алыңыздар. Електен өткен ұннан жасалған нан өте керемет көтеріліп, әдемі болып піседі. Қамырымызды жақсылап илеп, июі қанғаннан соң, 1 немесе 2 қасық майымызды алып, қамырдың барлық жеріне теріліп тегізіп, жағып, жақсылап барлық жеріне тегістеп шығамыз. Содан соң қамырымызды қойып, бетін жауып, жылы жерге 2 есе көтерілгенше қалдырамыз. Арада біраз уақыт өткеннен соң, міне біздің қамырымыз 2 есе көтерілді. Өте жұмсақ және де қолға жабыспайтын керемет қамыр шығады. Осы қамырды өзімізге кесуге ыңғайлы етіп, осынша етіп, қамырымызды формаға келтіріп аламыз. Содан соң қалауыңызша кесесіздер. Менде дәл осы қамырдан 10 күлше нан шықты, яғни мен 10 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауларыңызша үлкендеу немесе кішірек етіп кессеңіздер болады. Әркімнің өз қалауынша. Мен бұл жерде көз мөлшерімен кесіп тұрмын. Сіздер де егер осылай кессеңіздер болады, немесе таразыға өлшеп барлығын салмағын бірдей етіп кесуге де болады. Содан соң барлық қамырымызды осылай домалақ етіп, формаға келтіріп, дайындап қоямыз. Сол кезде бізге күлше нандарды жасауға өте керемет көмегі тиеді және тез жасалатын болады. Барлық қамырларымызды осылай домалақ формаға келтіріп алғаннан соң, арнайы противеньге орналастырып, араларын алшақ орналастырып дайындап қоямыз. Содан соң бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып, бетін міндетті түрде орамалмен жауып, тағы да 10-15 минутқа қамырымыз көтерілгенше қалдырамыз. Сол кезде біздің күлше нандар өте керемет болып көтеріліп піседі. Осы аралықта қамырымыздың бетіне жағатын жұмыртқаны дайындаймыз. Яғни жұмыртқаның сарысын алып, соған 1 қасық сүтті қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Оны біздің дайындап қойған күлше нандардың бетіне жақсылап, өте қып-қызыл керемет болып шығады. Міне байқасаңызда 10 минуттың өзінде қамырымыз керемет көтерілді. Енді осылай саусағымыздың көмегімен кішкене күлше нандардың формасын шығарамыз. Міне біздің барлық нандарымыздың формасы керемет шықты. Ендігі кезекте дайындап қойған жұмыртқамызды бетіне жағып, барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Содан соң қалауларыңызша күнжутпен немесе макпен сәндеп қойсаңыздар болады. Мен күнжутпен сәндедім. Сонымен қатар пісірген кезде 190 градуста 30-35 минут пісіреміз және де беті қызарғанша пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі болады, сондықтан пісу уақыты да әртүрлі болуы мүмкін. Беті қызарғанша пісіріп аламыз.
Міне біздің нандарымыз керемет көтеріліп шықты. Міне осылай өте жұмсақ, иісі тиген мұрынды жаратын керемет нан болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын керемет рецепт. Дәмі де өте керемет болады. Ұнайды деген ойдамын. Егер жасап көрсеңіздер, астына комментарийға жаза отырыңыздар. Ас болсын.